бейбіттің үйінде деп салып қойын, иә. Ең бірінші класстасын бірінші класстан шақырып отыр ғой деймін да. Қандай красавица. Өте ақ көңіл екен көрініп тұр, иә. Ашықсың, сондай адамдар ұнайды маған шыны керек ше. Сразу тіл табысып кетіп қой. Сразу тіл табысып кетіп. Лаура Алмастың келіншегі. Тоже бірінші класстан почти бірге оқыған класстасын. Бірінші класс емес Алмас, 5-ші класс, иә. Но все равно бірінші класстағыда естен кетпес. Лаура деген енді керемет. Лаураның арқасында Алмас ол жерді. Шынымен біздің вообще класстастардың әйелдері мықты, иә? Бәрі мықты дейін да. Қалай біз класстастарымызға қарамадық десің да? Надо было учесть Мы не ценили бір сөзбен айтқанда. Мына мына жерде Арука отыр. Класстасымыздың үйіне келдік. Класстасым стол дайындап. Енді деген керемет бізді күтіп отыр. Қазір сіздерге специально видео түсіріп жатырмын. Ютубыма естелік қылып сақтап қояйын. Бейбіт деген бірінші класстан бірге оқыған класстасым. Қазір барлығы жиналар. Менің түрім. Айтыр шығасат қазан мен. Мынау Айнұрдың қызы. Тоже мен бірінші класста. Мен подружкамның. Бұл қызбен история өте көп. Шыны керек кішкентай қыз. Енді көріп тұрмын. Бейбіттің інісі екен. Арман ойдейсі, Арука? Арман қайда кетті? Неқта ма? Моя? Рахатым жатыр ғой біреудің кроватында. Міне таныс қойыңыздар, бұл менің Алғатай деген класстасым, әлі үйленбеген. О, Бейбіт, сәлем. Видео. Бейбіт, үлкен рахмет. Жағдай жақсы ма? Иә, жақсы. Кореядан Алмалезге келдің ба? Иә. Видеоңды көріп бір жылап отыр ғой. Иә, рахмет, әйелің айтты ғой. Алмас, тоже менің бір класстасым. Сәлем. 5-ші классым, сәлем. Қалай жағдай? Нормально. Қош келдің. Сендердің барлықтарын ютубқа салуға әдемі қылып түсіру керек болып отыр. Естелікке на всю жизнь қалады. 10 жылдан кейін тағы көресіздерміз. Жақсылап па? Әсердің келгеніне орай жиналып отырмыз. Бір тост сөйлеп қойыңдар. Барлығы видеоға салынады. Шымкенттен Южный Кореяда. Біздің Алмас класстасын біз бірге бұрын от души төбелескен. История көп бір сөзбен айтқанда. Қазір қараңдар қандай жігіт болып өскен. Вообще даже не ожидали Алмас осылай күшті болып кетеді деп. Бәріміз де күшті болып кеткен жігіт қой бір сөзбен айтқанда. Бейбіт красавица ғой әйелің шыншама. Вообще қазір қалай танысқандардың бәрін айтып жатыр, иә. Аузым ашып тұр. Не то что красавица, ақ көңіл ғой. Өзінше емес, дана біреулердің әйелдері сияқты ше. Кісі болып сөйлесе алмай тұрады ғой. Өзім сияқты ақ көңіл екен, иә. Қалмады ғой? Ана, нелес? Вообще удачно тұрмысқа үйленгенсің. Тауып оламыз ғой бір-біріміз. Иә, айтпа. Өзің ақ көңіл болғаннан кейін тапқансың да. Жақсы жігіт. Жоқ, осы жерде отыра берейінші. Ой, біз карстер, біз очень даже қарапай. Біз төрде отырмаймыз, наоборот. Төрде отырмайды. Қызды жоғарыға шығару керек. Осы үйді байытып кетесің зада. Шынымен ба жарайды ондай аса. Кореядан қонақтар келді. Сені тастап кетті, қатырды. Тастамайды, ұрлайды ғой. Ұрлайды. Менің бір затымды ұрлайды. Достылық жасап тартып ал деймін тұрсын. Шық жоғарғы. Бетесілер. Тұрсын. О, сәлем. Қарындасым ба? Бізбен бірге 18-де оқыған ба? 18-де оқыған? Сәлем. Бүгін ғана сұрап жатқан ем, сестренкасы бар еді ғой деп.
Сәлем. Рахмет. Бәрі сен балаттар ғой. Иә, рахмет. Иә, барлығы звондап, жылап отырып деп айтып. Көрдіңдер ма видеоны? Папа мен мамам кездескен. Бәрі жылап отыр ғой, жазып отыр, жылатып. Көрсеңіз просмотр болады ғой. Просмотр шығады ғой, жұрттың ютубынан қарасы, иә. бір теңге қосылады маған. Иә, 4 рет көр, иә. Қосып қойда, просто ұйықтап жатқанда. Хоть 10 рет көрсеңіз, бірақ просмотр болған. Жоқ, 4, 5, қанша көрсе сонша просмотр болады. Саранге. Саранге дегенше қалай жағдай деген ба сен? Саранге. Жақсы көрем деген сөз. Иә, қазақша түсіндіру керек болады. Жоқ, қайдағы орысша? Орысша да вообще білмейді. Қызың кәрісше сөйлеп кетті. Өз телефонда бар ма? Кәрісше сөйлеп жатыр, уже үйреніп жатыр. Қазір ауылдан ашып. Қайсы? Мен ағамның баласы. Давай шайға. Айбын, не болды саған? Давай отырсай бала шағамен. Ана жаққа дастархан істеп көре салу. Давай түс. Қалайсыңдар жаңаларың жақсы? Ойнап Оларға, ана, Шығамай қалдым жа. мен аштым. мына бір фрукты да апарып бересің. Шақырамыз келмейсіздер өзіміз келдік сол. Барам келе алматыда едім ғой. Ертең әсеттерге шақырамыз сол кезде келеді да. Келе алмай қалдым жа. Кәдімгі өзім ыңғайсызданып қалдым. Ма, сендер мен туысқанымнан осындар, о бір сөзбен айтқанда, мен туысқандарым емес, класстастарым бірінші шақырып жатыр, Абиевіз. Жоқ, не сияд, мен сендерді шақырдым ғой. Мен сендерді шақырдым ғой. Ай, жоқ, қойшы. Енді мен сендерді шақырдым ғой, бірінші мен келдім ғой. Ең соңғы келсем түсінер едім десең да. Сенде де сондай ма абыройшы? Бізде енді, я шақырған адам төлейді бірінші. Короче, қайт сал денің деген уже. Ой, да ладно. Сыйлық дайындаймын. Менде каспи жоқ қой. Каспи жоқ па? Ай, ничего страшного. Әлі бір ай бар, если что. Серьезно, давай. Алғатай бір ғайып ұйымдастырып жатыр деген еді ғой, мен айттым ол жел шығып кетеді ол. Одан кейін бірдеңке айтайын осы жерде. Бәрі түгел болғанда айтайын, мен мысалға бір спорт или туризмнің мәдениеттер департаменттің бастығы емеспін ғой негізінде. Бәрімізге общий болу керек қой. Бүйтіп звондайды да бейбітше, сен ұйымдастырып жатыр екенсің ғой, не айтпайсың сияқты да. Тоқта, енді тура осы жерде сөзінде да, сен сояққа тауға миллион мәрте барып келіп жүрсің да, қайсысы қалай қайерде не екен бәрін білесің да. Бауырым, сен не үшін саған айтамыз біз? Саған айтпағанда мен кімге айтамын? Айтсай? Қалада мен айтамын, мен тағы нан айтамын бұғанша. Мен де ойланып қалдым да, неге өзі звондамайды деген сияқты да, кішкентай бала емеспіз ғой деген сияқты. Брavo. Мін көрдің ма? Чем өзі звондамай, мынаны жас үлкен ғой, мынандай ғой, демек кәдімгі Біз кәдімгі өзі мынандай ой. Бәрімізді сол ғой. Осы жаққа келіп отырмыз ғой. Айнұры өші тұрмайсың ба? Ақтаудан келдің ма сен? Алғатай 5 жылдан кейін осы видеоңда әйеліңе көрсетеміз, хорошо, бойдақ деп, қанша тиістік. Дейсің ба? Сүйі 5 жылдан кейін емес деп айтсың да? Жоқ, 5 жылдан кейін уже әйелің бала шағаң болатын шығар енді. Просто өзімізше. Айнұр. Суретке түсіріп жатсың. Суретке түсіп отырмын. Алғанда шай бар ма? Шай жоқ. Яға беріп жүрмін. Әке берсем мен құя берейін. Осы жаққа бересіз бір. Бұл өзі. Тура кәріс өзі. Одан метр үйленмей ғой? Кәріс болып қалған. Негр емес. Ей, бұрында мені. Негр емес. Сол сендер мені негр деп айтай бере, қарасын деп айтай бергеннен кейін осы Алла тағала ту осы Әсел деген ағасы асыншы деп мені Кореяға жіберген сияқты ғой. Мен бірақ мұқтаждың. Бірақтан бұрын.
Вот ешкім сенбейді да, мен бұрын толық едім деп айтқанға. Wi-Fi шақшы. Wi-Fi жоқ менде. Менде әлі симка да жоқ. Мен қазір Айнұрдың Wi-Fi-мен жұмыс шыны керек. iPhone деп шығады ғой. Аты мен ұстамай қалдым. Ютубта көрейінші. iPhone 2 деп шығады. Бір рет кесі 8. Осындай қызық әңгімелеріміздің бәрін ана Америкадағыдай бүйтіп әр жерде камера болып, осындай қызық моменттердің бәрін салып, сондай видео болса күшті болар еді. Монтажға саласың ба сен? Бұны монтаждамаймын, оригинал қылып саламын. Несін монтаж қыламын? Просто түсіріп жатырмын ғой Бір нелі ғой? Билайн салмайды бізде ше? Толық бір ма? 10 рет. 8. Бір тақырып шағылып қоям, Бейбіттің үйінде қонақтамыз. Бүкіл класстастар, бүкіл класстастар көрсін. Менің ютубым просто для себя ғой, анандай. Мені жақсы көретін адамдар көреді. Танитын адамдар көреді. Үйрендіңдер ма? Аяқтан бөлек аяққа келгенде. Бейбіт, Алмаз Ақтаудан келдің, е сендер, е? Ақтауда қанша тұрдыңдар? 14 жыл. 14 жыл. Ақтауский болып Мен өзім кеткен 14 жыл тұрдым. Мінездерің да, характерді да, Ақтауда. Зат анасы. Ақтауда влажность дейді ғой, влажность дейді ғой Ақтауда, я влажность. Жағасы болған. Сондай ғой Америка, то есть Кореяда сондай влажный вообще. Не ғой, я? Мұхит қой, я. Китайский океан ба? Қандай? Атлант, тынық мұхиты ғой, тынық мұхиты. Төрт мұхит бар ғой, төрт мұхит. Индийский ма? Помните, біздің география апайымыз жақсы бізді үйрететін еді, осы география. Соның арқасында материка қанша, мұхит қанша бәрін білеміз ғой. Қай жерде тау ең ұзыны деген сияқты. Теңіз, Тынық мұхиты Кореяда, тынық мұхиты. Остров қой жағы, негізі. Типа остров, бірақ остров емес ау деп ойлаймын, остров емес. Остров деген андай дөңгелек болады ғой, дөңгелек кішкентай. дөңгелек болмайды. Жоқ, қосылған ғой, қосылған, ол түбір как-то этот бүйтіп материкпен қосылған ғой, бүйтіп шығып кеткен. Бір остров бүйтіп Астрахан сияқты. бір неде емес, бір мұхиттың ортасында емес. Тоже бар қосылған шеті. Тақтайлар қосылып кетпесін. Немен өтесің ғой? Пароммен өтесің. Жаңағы жолын соны айтып отыр да. Жоқ, паром сияқты боларға да өтетін жер. Кореяға ма? Машинамен келе алмайды. Машинамен келіп отыр ғой. Өтіп бір жерде. Мен түсіріп отыратын. Жоқ. Молодец. Давай, ютуб айтшы. Давай класстастарға сәлем айтып жіберіңдер. Әкесіңізше шай қойды. Алмаспен әсел келгенде осы кездесу болады. Алмаспен әсел келгенде ғана осындай кездесу болады. Біздің берекеміз күшті шығар десеңдер. Сондай. Шақырған жерге келмейсің деймін да, сен шақырған жоқсың, Алмас шақырған жерге келе алмай қалдым деймін да. Алматыда жұмыс болып қалып, өзінше бір жерге шақырып жүрген сияқты айтады ғой. Қалада бір дұрыстау кафе тапшы десең, кафені де білмейді, бойдақ болса кафеден кафе қоймайтын ше. Халал жері ана Медина бір нәрселерде бойдақ адам жүретін жер ма сол? Кеше ұятпақ болды сонда. Палшан деген ғой. Қалай болады? Балдар өздері кетті. Сөзіміз қалды, қыздар болып. Айнұр да сен өзіңді, Айнұр деген классасың ғой. Балдарым Айнұрды жігіт деп ойлап жатыр екен. Чоң ажөші васы дейді, ана жақсы көке келді үйге дейді, ше балам. Соған Кім баласы бұл? Әселдің ағасы. Не дейін. Таков, көзбен көріп уже тәтті екен көрініп тұр ғой. Мынаның бәрін Йонгында көреді видеода. Қандай тамақ екен ше. Құтты болған қайта. Дәмді болған. Барлығын историясын живой естіп, кім қалай танысқан. Күшті болып отырмын, кино көріп отқан адам сияқты ше. Бәрібір шетелде жүрген, өз үйінде жүргендей болмайды ғой, санасын. Иә, душевно мынандай сөйлеп отқандарды таза тыңдап, таза түсініп отқаныма таңғалып жатырмын да. Кореяда жүргенде все равно қанша білгенмен өзіңнің тіліңдей білмейсің ғой. Кішкене бір нәрсесін түсінесің, бір нәрсесін түсінесің. Мына тема жайында айтып жатыр деген сияқты түсінесің да. А конкретно қандай интонациямен, қандай мәнерлі ма, мәнерлі емес па деген сияқты соның бәрін білесің да. Білмейсің да, то есть Кореяда. Ана жақта қазір балдардың жаңа қыздың сөйлеп отқан, Лауран сөйлеп отқан бәріне таңғалып отырмын шыны керек, аузым ашылып. Давай мен салайын сен этот
Қасықтар бар, иә. Бізде Кореяда қонақ шақырғанда бүйтіп тамақ вообще бермейді. Тек қана фрукты, алма солай береді да, алыстан қонақ келсе де ше. И этот, қалай айтсам, и тамақ жеп болғаннан кейін бірге жинап, бәрін жуып, тап-таза қылып, қайтып кетеді ғой. Сондай ғой бізде. Сөйтіп мәлі басында кәдімгідей таңғалып қазір кәдімгідей сондайға үйреніп қалыппын бар ғой ше. Сәлем. Тамақ дейінші деп жатсыңдар ма? Я сен отырдық қой. Рахмет сендерге. Сәлем. Қолымда мақатта. ой күткен жоқ. Енді пісті ғой тамақ. Вообще күткен жоқсыңдар. Мен Қазақстанның тамағын жасаудан қалған адам. Еркек кеткеніміз бар ғой. Сағынасың бәрі әйел адамы осындай жасағаннан ләззат алады ғой. Әйел ләззат қиялып қой. Қасықтар бар. Лаура, сен өзі үйде ең үлкен келінсің ғой, иә? Анау кіші келіндердің бәрін бір етікке тығатын шығарсың, иә? Жоқ па? Бұлай видео сырттай қарасаң сөйтіп ойлайсың жанындай. Бәрін бізде анау туысқандар бар ғой, сондай анандай келіндерін бүйтіп ұстайтын жанындай. Сондай. Үйімде не қылмаймын да ғой, бірақ біз келінмен подружкамыз. Иә, келіндер мен подружкасына. Бірақ мен келіндер бәрін істейтін өйстіп отырамын әңгіме айтып. Короче, ешнәрсе айтпай, мен взглядымнан, мен движениемнан түсініп қояды дейсің. Енем біледі мен ондай кухняға ондайға жоқ екен. А мне кажется, наоборот, бар сияқты көрінеді сен. жоқ, барына бармын. Жақта анандай ұйымдастырушы болады ғой, сондай бір. Жоқ, сондай айтқанда да бәрі ауыздары ашылып қарап қалады. Ондайына барына бар ғой, просто андай да бүйтіп прям не зациклена да, торт пісіріп, самса пісіріп бүйтпеймін да, тәпілеп істей саламын, сол күшті болып шыға салады андай. А бірақ арнайы дайындалып бүйтпеймін да андай. Не білемін, соны тез бүйтіп істей салсаң, соны өзі күшті болып шыға салады да. А былай не емес. Соның өзі күшті ғой, сен солай оңай шығатын болсың. Тамақ жемайын, иә? Иә, тамақ жеп ал, демал, отыр, кино көр, тыныш отыр. Содан кейін үйге барамыз, ма? Мен ше тамақ Кейін ертең таң қыдырамыз. Сіздерге ма? Жоқ қойын ба? Ана бала шағаға да салып береді. Сол кішкентай бай оқиды. Иә, ауыл мен арманға былай кәліға салып берсінші. Иә, Кесеге берейін. иә, кішкентай кесе бар олады ғой. Иә, осындайға. Жемей ма әлі бір құдайда. Мана Бірақ та үйде ғой, иә? осындай салып береді. Салып беремін саған да. Ет керек емес, ет жемей тұрған. Ет вообще жемеймін. Мен айналада сөйтіп салып беремін анандай. Қоқым папа. Өзім апайым. Әке өзім апайым, мен өзім апайым. Жоқ, ару мен арман. Ал тамақсыз Ару мен арман, иә? Саған салып беремін. Ұмыт кетіппін ғой. Тағы біреу берші, альбомға бере салайыншы. Кесе берейін. Я кесе, я. Сен Ал? жүр. Я, Жүр. Сен өзің апыр айны. Тағы біреу. Бар, оған бір соңғы шақсы сен. Орным бар ғой. Орын бронировать етіп қойған сияқты еді ғой. Не 먹어, 천천히 먹어. плов өте дәмді болған. Арман арукасы тұтады. Арасы. 뜨거워 조금 천천히 먹어. 미안해, 내가 몰랐어. 선수. Çıkarsın da iyi. Блогер ғой? Білем ғой? Yedim seni. YouTube канал, Instagram, TikTok.
아니로 킬. Еркебұлан тоже менің класстасым келіншегі. Иә. Еркебұлан өзі бұрында кішкентай жас кезі красавчик еді ғой деймін да. Яша, красавчик. ютубқа да шыға ма болса да. Иә, бәрі шығады. Ничего, жаман нәрсе айтып жатқан жоқпын ғой, рас нәрсе айтып жатырмын ғой. Ондай нәрсені естімеймін. Еркебұлан. Заман ондай сөздер. Өзі әдемі сөйлейтін. Блок кетіп жатыр, жаман. Ғайбат айтқан ғой. классында пиджак киіп жатыр. Алғатай қашан келіншек алады деген нәрсе, осы нәрсе салшы жақсылап. 10 жыл айтып жүрмейік осыны. Семья сияқты отырсың, дұрыс әдемі. Бисмиллахиррахманиррахим. Кино. Орта қылдырып бітап отыр, түсінген адам. Просто жаңағы. Ғайбат болмаса болды да ше. Ассалаумағалейкум. Бойдақ болсаң ішеге сыймайсың. Астына кіріп кетті стол. Қазір видео түсіріп жатырмын сені. Столдың астына кіріп кетті. Міне мынау Алғатайдың бейбіттің класстасы екен. Тоқтасай болды, фотоға түсіремін. Бәке, сендерге рахмет көп. Бастық осы бүгінгі Өздері шоумен. кешегі өткен мерекелер мен ұлдардың. Мерекеден мерекеге жете берейік құдай қаласа. Мына Арсел класстас құрдас шетелден қош келдің. Әке-шешеммен табысып жатсың, қуаныштымыз. Лаура көріп бір жылап алып көзіне жас алып. Иә? Действительно, анау не болып отыр да? Сен де көрдің ба? Шет шарасы болып отыр. Денің сау болсын, қайда жүрсің де. Бала шағалардың қызығын көріп отыр. Дастархандан одан да үлкен жақсылықтарға жайыла берсін. Соларға, амандарға жетіп келген аяқтарына. Әке-шешелерің, туған-туысқандар аман болсын. Үйленбегендер, жалғыз бастылар, құдай қаласа екі басты болып, солардың тойларында тілектес болып отырайық, Алла қаласа. Бәріне бірден жетпейсің ғой бұл өмірде, бір кем дүние, өстіп күліп ойнап, сыйласып жүргеніне не жетсін. Бақытты болыңдар. Әйел бақытын тілеймін қыздарға, еркектерге Еркек бақытын деп. еркек бақытын тілеймін. В общем, бәрі аман болыңдар, иманды болыңдар. Еліміз аман, жұртымыз тыныш болсын, шекарамыз берік болсын, дастарханымыз мол болсын. Аман болыңдар. военный адам болғанда. Арман то ана жо, 형아야. Көрдім, ойбай. Анада біраз Ладно, просто түсіндіре алмайатым мен. В общем, сарангел ғой, Махма? Сарангел ма? 네. Джонни! Арман 잘했어. Арман? вообще жатырқамайды. Әкесіне жіберші. Әкеңе айтшы бірдеңке. Бала? әкесі бірінші жаман ойламайды бұндай нәрсені көрсе, айтып қояды. Қызғанбай ма? жоқ, олай. қазақтың келтауы ғой, біз ғой ойлайды. Нормально. арам ойламайды ғой, бір сөзбен айтқанда, арам ойламайды ғой. Иә. Бұл жерде қаласың ба, Арман? Қаласың ба? мазақтап жатыр ана корейский тіл болып жатырса, жауап беріп жатыр да. Иә. Бұл жерде қаласың ба деп айтшы маған. Осы көкеме қаласың ба деп айтшы. арман 여기 있을 거야? 여기 자고 싶어? қаласың ба? 집에 안 가요? 한국에 안 가요? 한국에 안 가요, арман? үйге барып мидас 여기 있을 거야? 여기 살 거야? қаласың не? 여기 살 거야, 네. 한국에 안 좋아하네. қалдың ба осы жерде? арман, 한국에 아빠 있잖아. 아빠한테 안 가고 싶어? 갈래?
아빠 좋아? 아니 우리 아빠 좋아? қалдым деп тұр ма? жоқ папам жақсы барам папама дейді. Ебана, бро, кет онда. Жақтырмай қалдым сені. Жақсы көрмей қалдым, армансың. Ерекеңді сізден көргенім. Айтпақшы, бастаған. Келші, извини. Ол дұрыс қайдан отыр? Мен бір өзім сөйлей берейін, рұқсат етсең. Екеуіміздің артында. Рұқсат беріңдер сондай. Береміз. Жігіттер, қыздар біріншіден мейрам құтты болсын, отан қорғаушылар күні. Енді кеше айтып отыр, енді тек қана сүйсінкендер ғана дайындықтар деп. Негізі Аллах Тағала ондайдан сақтасын, бірақ отанымызды қорғау керек болса, кез келгеніміз дайынбыз деп ойлаймыз ол нәрсе үшін. Аллах Тағала бірақ тыныштығын берсін әрқашанда. Екіншіден мынау әсел құрбымыз келіп отыр, досымыз, жақтасымыз. Өте қуаныштымыз. Кеше мен естіп кәдімгідей өзім қуанып қалдым ше бір жағынан, ойлап қалдым. Ойбай деген сырнайын кәдімгі жиналыс. Маған айтсын, басынан айтшы анау, біз қайынбыз одан. Ай, Үй бөлмесі үшін не oldu? Мақташты. сөйлесін аты үшін. Әсел келді деген көріп кәдімгідей. Негізі біз үйден шыны керек шығып кетесе оңай емес, үйде бала шаға. Бізде енді үйдің бірінші келін әйгерім болғаннан кейін үйде көп нәрселер осыған қарап тұрады да ше кәдімгідей бұл шықса үйден білініп қалады. Сол енді бәке қараш үйден шығып кету оңай болғаннан кейін жаңағыдай кім әсел келді дегесінен біз аяқ жиналдық еді не керек. Барып көрейік жолға. Құлсарымызды көрейік деп. Қол салым қазір. Өте қуаныштымыз. Құдай қаласа барған жерінде тастай басып судайсың, бақытты болыңдар Құдай қаласа. Кім болса да, қай жерде болса да. Енді Аллах Тағала сонша жерден өзі биіктіп тұрса, демек сол құлаңдайға солай жазылған. Лайым сол жерде жақсы нәрселер болсын, тек қана құлақтарың көп болсын. Сондай абыройың сүрмесін, еліңнің, әке-шешеңнің, жалпы осы халқыңның абыройын сол қисынмалар. Енді сонша жерде жүргеннен кейін осы біздің жалпы кім екеніміз, вообще қазақтардың кім екені, өзіңнің қай жерден шыққансың, әке-шешең жалпы қандай адамдар екенімізді сен арқылы таниды ол жақтағы адамдар. Ол жақтан да Кореяда мысалы сол жақта келген адамдарды біз сол бір адамға қарап танимыз бізде. Сол үшін Аллах Тағала әке-шешеміз айтып жүр, абырой мен әуелінің айырмасын дейді да. Абырой мен әуел әрқашанда жоғары болсын. Одан кейін бәкеңе үлкен рахмет, досымызға шақырып, біз дастархан жайып отқанға. Бәкең білеміз көңілі. Кеңізден жүріп, мұхитты жүріп кетсем аз болады. 5 мұхитты қоссақ та жетпейді-ау. Жетпейді-ау. Аллах Тағала бәкеңнің күйеуіне берсін не болса да, барлық нәрсені. Күйеуіне берсін. Бәкең үшін жеке өзім айтайын. Әрқашанда бәкең бір нәрсе істеп отырса, Аллах Тағала берекесін берсін деп, жолда болса, Аллах Тағала сапар берсін деп, бір іс бастаса, сол ісі обязательно мұраты жетсін деген ойда отырамын. Өйткені бәкең білем, дұрыс ойда дейді, әрқашанда. Сол үшін мынау дастархан тек қана жақсылыққа жайылсын. Осы үйде тек қана қуаныш болсын, бақыт болсын, той болсын. Не болса да енді бәріміз өсіп келе жатырмыз, уақыт өтіп келе жатыр, бір-біріміз арасында көре алмай қалатырмыз, молғамай қалатырмыз. Бірақ енді өмірдің қызықты сондай бір тіректерінде сол шығар деймін да. Анда-санда бір жолықсаң, бір-бірімізге деген сағынышымыз кішкене өсіп тұрады да. Әрине күніге көрсіп тұрсақ, кәдімгі баяғы мектептің кезіндегідей, мысалы партада отырсақ көрмейміз да. Сол кезде қанша адамдар айтса да, ертең осы күндерің сағынасыңдар десе, қайдам деп жүргендек, қайдам, тезірек бітіріп. Сөйтсе бұл сәттердің де өз кереметі бар. Осы сәтте де жақсы нәрселер жасап, жақсы ортада жүрейік әрқашанда. Осы кезде де ертеңгі күн сағынып, осы сәттеге де бір оралсақ дегендей жақсы нәрселер. Сол үшін не болса да Аллах Тағала барлығына, отбасыларына амандық, істеріне береке берсін, отанымызға тыныштық берсін, амандық берсін. Оны айтып тұрып жан-жақта елден неше түрлі нәрселер естіп отырмыз. Аллах Тағала сабыр берсін. Аллах патшамызға сабыр, елімізге тыныштық берсін.
сол ойдамын. Тек қана жақсылықта жол берші. Мен де ерекеңе қосыламын. Арман үшін бәрін құшақтап, бәрін сүйіп. Малма бірдеңе бар ма? Қой, сүйір. Қасына ойлап қойды. Көрсетмейді жоқ па? Ондай жоқ. Таңғалардың зат жоқ па? Тауық. көрген шығар әсел зоопаркке барып көрмей ма Нені? сиыр бір түйе бірдеңе Барады, көреді ғой, иә. Біз осы жақында барып көрдік қой, иә. Тола бар. Әдем зоопарктер бар Кореяда. Давай. Арман, 엄마한테 와. Бай-бай. 아저씨 좋아요? 아르만 마음에 들어? Сүрейін ба? Алып кетейін деп 마음에 들어 деп 보면서 Мен балам. Мен балам. 제 학생 친구예요. Ana uzun yine erkeklerini var. Anlasam. Давайте. Давай, пока. Ага. Давай. О, человек-паук. О. Человек-паук. Ол түсіріп алдым. Человек-паук. Папасы көріп таңғалатқан шығар осындайды. Көрсе таңғалады точно. Осылай жасайды екен деген сияқты. Сен ба? Екеуіңді де істейін ба? Сен человек-паукқа келмейсің ау. 됐어, 알았어. 엄마 줄 거야, 루카. 꾸꾸. 이거 봐. Gelin bir bilgi. Karşımızdan bir ilişki. Ucuğanım 여기 봐. Biliyor tamam mı? Bol bravo. Bol. жақсы көреді, көтеріп, неткенді. Бүйтіп лақтырса шок болып отыр. Ертең әкесін бар мен аштайын деп тұр, лақтырмын енді. Иә. 어디 갔대요? 여기 위에 있어요. 입을 거야? 네. 뭐냐. Сама чувствовать страшно. 아르만 어때? 괜찮아? Давай. 아르만 어때요? 무서워? 왜? 뭐 무서웠어? Как я помню. качественно что-то. 무서워? 왜 무서워? қорқып жатырмын дейді. Қорқып жатсың ба? Давай, кел. Некачественно. да? 무서워? Я? 엄마, 이거 진짜 너무 추워요. 추워요? 네. 자동차 안에 들어 그러면. 무서워? 아직 무서워? Мен только нұмас шақта ғой. Bu қай жер?
асты жағы уже забадам. Забадам.